Ашыққан ит тек кішкене ғана тамақ тауып жегісі келген еді. Бірақ оның орнына бір мейірімсіз адамның аяусыз соққысына ұшырады. Жараланып, қансырап, ауырсынудан ақсандай басып, бейшара жануар ол жерден кетіп қалады. Алайда осыдан бірнеше ай бұрын ғана оның өмірі мүлдем басқаша болатын. Ол кезде қожайыны оған бәрін беретін. Ол үшін жылы әрі кішкентай үйшік соғып, дәнді қуырылған етпен тамақтандырады. Өмірлері қарапайым, жылы әрі махаббатқа толы еді. Бірақ тағдыр қатал ғой. Жарты жолда иесінің жүрек ауруына шалдыққаны белгілі болды. Ол жұмысынан айырылды. Тіпті әйелі де оны тастап кетті. Сол күннен бастап оның қасында қалған жалғыз серігі осы ит болды. Олар бір-біріне сүйеніш болып, әр жерде бірге аралайды. Бірақ көп ұзамай ит те ауырып қалады. Ер адам оны дереу ветеринарға апарды. Бірақ емдеу ақысын төлеуге ақшасы жетпейді. Сонда ол досының емі үшін ломбардқа барып, қолында бар бүкіл мүлкін сатып жібереді. Ит тез айығып кетеді. Бірақ иесінің жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Ол итіне уайымдамауын айтып, дәрі ішсе бәрі жақсы болатынына сендіреді. Бірақ көп ұзамай оның дәрілері де таусылды. Олар жол жиегіндегі кішкентай қонақ үйге тоқтайды. Ол жердің иесі де иттерді жақсы көреді екен. Ер адам өзінің азғыны қалғанын сезіп, егер қасында қалса, адал досының тек азап шегетінін түсінді. Сол себепті ол итті қонақ үй иесіне қалдырмақшы болады. Алайда ол көлікке отырған сәтте жануардың есі шықты. Бұрын соңды болмаған ащы дауыспен үріп, оның кетіп бара жатқанына шыдай алмайды. Бірақ ер адам оны тастап кете алмады. Осылайша олар тағы да бірге қалады. Жанармайдың соңғы тамшысымен екеуі адам аяғы баспайтын му орманның тереңіне жетіп, көлігін қалың шөптің ортасына қояды. Содан бері осы ескі көлік олардың үйіне айналды. Басында бұл жерге туристер келіп тұратын. Кейде иесі екеуі қоқыстан адамдар қалдырған тамақтарды тауып жеп жан сақтады.